Mine Jarkan baurumiz da çıktı bugün. Allah kalasa. Нет, шуринок. Вектор. Вы видеоға түсіріп ал енді Дархан бауырым бүгін енді заңсыз 15 күн сенің қамалып шыққаныңды білеміз, бұның бәрі әділетсіз екенін білеміз. Сенің арқаңда мектеп қазақша ашылды. Естіп отырсың ба? Енді өзіңнің ойыңды білгіміз келеді. Біздің қоғам белсенділері, желтоқсандықтар алдында сенің отырған кезде де бір-екі асабақ қорықтар әкеппіміздік деген сияқты. Барлықтарың халықты қолдап жатқандарыңызға рахмет. Акиматқа бардық біз. Сәлемдемелеріңізді алдым. Жаным сол. Сол жатқан кезде ең басты ойым сол мектеп болып еді сол. Еңбегің жанды балам. 2 күн бұрын естідім мектептің қазақша болғанын. Өте қуаныштымын. Сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мен сенің соңғы фейсбукқа жазған парақшаңды оқып кәдімгідей көңілім түсті. Не болса да еліме аманат деп не yapsın, hoş жазыпсың, содан естіп шынтақтық. Содан кейін акиматқа бардық. Ішкі саясаттың білім саласының да кісілермен кездесіп айттық, баланы шығарыңдар деп талап қойдық. Содан кейін Мерманмен де мен күнделікті сөйлесіп отырмын. Ол кісіге де рахмет, енді оппозицияны береміз деді. Маржан Асмандиярова да жазды деген сияқты. Жаным, апай несің бір бас кісілі Рахмет сізге. қалай ішінде? Бәрі жақсы. Дархан барамыз енді ести салысымен неге акиматқа бардық. Онда акиматпен сөйлестік, ол кісілер айтты, біздің территорияны шыға салысымен біз жауап бермейміз деп сөйлеп айтты. Біздің территориямыздың сыртында біз айттық, осында келген адамды қалай алып кетеді. Сонда айтады, біздің территорияның сыртында болған оқиға, оған біз жауап бермейміз. Содан бастап біз алаңдап міне. Қазақша аударып нетті дегенде бәріміз жылап жібердік қой. Сенің атаң айнадай бәрі. Еңбегің жанды, еңбегің жанды. Алтының сол аман. Неге жыламаймыз сен сияқты балаға жыламай қалай? Хабардамыз. Телефон бар ғой, якында Аидада. Жазғанамыз. Рахмет бауырым. Аман болсын. Аха, жақсы. Телефон жазбашы. Дархан телефон бар. Тек қана қазақша қою керек. Ютубтағы ма? Еще фейсбук, болды, все, давай ботам.